Қайырлы күн, құрметті студенттер, әріптестер және ата-аналар. Добрый день, уважаемые студенты, их родители и коллеги-преподаватели. Біз бүгін экологиялық пән бірлестігінің оқытушылары жаңа акция, жаңа челлендж, қақпақтар жинаймыз акциясын бастаймыз. Сегодня мы запускаем новую акцию «Крышки спасают». Бұл акцияға қатысу үшін әртүрлі пластикалық бұйымдардың пластикалық қақпақтарын жинаймыз. Кремнің, майонездің, тіс пастасының және тіс сусындардың қақпақтарын жинақтап, яғни бізге өткіземіз. Для того, чтобы принять участие в этом челлендже, вам необходимо собрать наибольшее количество различных пластиковых крышек. Подойдут крышки от бутылок, напитков, кремов, мазей, кетчупов и так далее. Жиналған қақпақтарды біз сұрыптап, тиісті орындарға өткіземіз. Собранные крышки будут за мной пункт приема. Бұл акцияға қатысушылардың ішінде ең көп қақпақ жинаған адам жеңімпаз болып табылады. Жеңімпаздар колледж атынан алғыс хатпен және рейтингке қосымша баллдармен марапатталады. Победителем объявляется тот студент, который соберет наибольшее количество